Ассалаумағалейкум автосүйер қауым, мына логотиптен байқағандарыңыздай, бүгін әңгіменің барлығы BMW туралы болады. Ерке? Друзья, перед вами BMW в кузове E30, и если она вам покажется такой старый, то не спешите так думать. Под капотом здесь 3.2 кованый строкер, который выдает больше 700 лошадиных сил. На минуточку, это больше, чем здесь. Ага. Орындықтар қанша тұратын айтшы? Это технокрафт сиденья, полностью карбоновые сиденья, которые вообще ничего не весят, и они дороже, чем любые сиденья здесь. Но если не считать вон тот Майбах. Сонда барлық детальдары кез келген машинаның детальдарынан қымбат болып тұр ғой, иә? Қымбатырақ және жылдамырақ. Осындай BMW-ның фанаттары бар кезде біз қалай BMW-ның жаңа дәуірін түсірмейміз деп шештік. Сондықтан бүгін Майкар KZ-те BMW-ның жаңа, новое поколение қалашасы жаңа дәуірі. Жаңа дәуірін көрсететін боламыз. Кеттік. Не деген көлік мынау Маклареннан кейін қандай тағы да бізде осындай қонақ болады екен деп ем. Бүгін бізде қонақта Гуджан және де оның BMW i8. Қош келдің, брат. Қуаныштым көргеніме. Шайқастан кейін көрсетедік да? Иә. Ал енді барлық негізі Гуджан көлік мәдениетіне қатысы жоқ адам. Сол себепті бүгін андай кальян, вискимен ешу керек деген сияқты. Сағаттардың қандайын алу керек деген секілді ма? Бірақтан біз үшін, сіздер үшін барынша тырысатын болады, иә? Бүгін көлікті таныстырып, өзің толыққанды шолу жасап шығасың, тізгін өзіңде. Сол. BMW i8, мән, не деген түр, құдайым-ау, футуристикалық түріне өте қатты таңғалып тұрмын, былай таныстыр. Негізі таныстыр дегенде былай, мен көп информация білмеймін. Как есть, не білеміз, но айта берейін. Давай, смело. Біздің көрермендеріміздің барлығы сол как она есть айту үшін, соны тыңдау үшін қарап отырады. Жарайды. Так, в общем, тыңдаңыздар, мына моделі негізі 10 жыл бұрын шығып қойыпты. Оны мен жаңа ғана білдім. Сосын 100-ге 4-те 3 секундта ма, 4-те 4 секундта барады. Сосын машина 2020 жылға и жет болды. Басқа осы мен информациям. Қаншаға алдың, қаншаға түсті, қалай ой келді мынандай машина алуға? Так, мынандай машинаны алуға, мен просто кішкене бір необычный машина іздедім. Типа, қалай болады екен деп. Менде үйде Мерс тұр, ешкі. Сосын Мерс енді андай бар. Енді кішкене комфорт, бизнес-класс деген сияқты. Мынау енді кішкене көтін қышиып, мынаны айтасаң кішкене бір тесікке кіріп кетіппін андай сондай нәрселер болады. А так негізі жақсы машина, өте экономичный. Примерно соты бензин құям, 100, то есть 20 мың теңге құям и бір апта жүрем. 20 мың теңгемен бір апта жүресің. Бізде адамдар 5 мың теңгемен бір апта жүргендеріне мәз. Енді 20 мың теңгемен бір апта жүргеннен кейін... Ойласайшы, бұның объемы 1/2. Сол ғой. Бір апта 20 мың теңгемен жүргеннен кейін объемы қанша деп ойлап отыр ғой адамдар. Объемы қанша деп ойласаңыздар 1/2 ма, сондай ғой. Иә, 1/2, иә. Бұл жақта 3-ақ цилиндр бар екен. Бірақ таң қалдыратын нәрсе, алдында, артында, ортасында 3 қозғалтқышы бар екен. 2 электро қозғалтқыш және де 1 бензиндік қозғалтқыш. Ойлаңыздаршы, 3 қозғалтқышы бар машина, алдында да, артында да барлық жағында қозғалтқыштар бар екен. Иә. Так что бұны қозғалтқышы бар адамдар деу керек қой. Өзінің жүрегінде қозғалтқышы болу керек қой десең. Қаншаға шықты мына машина? Так, шын айтам ба, өтімді айта берейін ба? Жоқ, қарада шыныңды айта берсе. Так, мен негізі бұл машинаны Доспауадан 46 или 47 миллионға алдым. Бірақ скоро бір машинамен кішкене бір қызық хайповать етіп, сатып қайтып үй алайын деп жатыр. Үй алайын деп жатсың ба? Негізі өте қымбат 60-70 шамасында тұрады негізі. Негізі? Қалай саған 70 миллион тұратын машинаны почти... Өзімнің услугамды предлагать еттім. Услуга болғанда жаман ойламау. Ну, получается, типа бір заведениесі болады, соны жарты жыл бойы качестве етіп береді. Услугада жүрген жігіттерім ғой деп. Сатамыз ғой, реклама дейді. Иә, Гуджан блогер болғаннан кейін, аудиториясы көп болғаннан кейін, неше түрлі өйстіп, бартермен, жалпы былайынан келісіп жатады. Мен даже мысалы өзім негізі машина деген қызық қой, мен үй дегенге қызығам, дизайн, квартира, и соның өзіне реклама арқылы, рекламамен, бартер арқылы көп нәрсе материалдың себестоимостьтарын төлеп, тегін жасатамын. И оларға да плюс, маған да плюс. Сөйтіп ортақ қызығушылықты табасың ғой бір-бірінен. Енді мына көлікте саған не ұнады? Неге таңдауың осы көлікке түсті? Егер 50 миллион ақшам болып тұрса, мен басқа да көліктерді көретін едім ғой деген ой болған жоқ па? Менде просто үйде ешкі бар,
оны сатып мен тағы бір нәрсе алғым келіп жатыр, үстіне ақша қосып. Ал мына 222 не ғой, Ешканың соңғысы ғой. жоқ, Ешканың 2017 или 16, короче, не помню. 213 кузов, короче. Вот идет тұр, 2 турбо ма или 2 обычный машиндай, короче. И чисто для комфорта алғам. Негізі мен бұрын осыдан 5 жыл бұрын, 4 жыл бұрын бір жай бір машинам болса деп армандағам, который просто жүріп сынбаса А точкасынан Б точкасына апаратын. Апарып, бұзылып қалмай Адан Б-ға, Б-дан қайтып А-ға баратындай бір машина болса деп елестеткен ғой. Қазір білмеймін, андай машинамен жүріп келді. Дық бірақ аспасы ұнап жатыр маған. Ходовкасы жақсы екен. Жақсы ба? Бір нәрсесі бұзылса қалай жүрмейсің? Несіне қайда барасың? Қанша тұрады бұл саймандар? Сағана барам. Саймандар қанша тұрады? Білмеймін. Пока пара жоқ. Енді шум пробегті дым білмейсің ғой пока. Бірақ енді сонда да бір андай бір есеп бар ма хотя бы кішкене болса да? Колодкасы қанша тұрады? Шинасын білемін әйтеуір. Алдың ба, ауыстырдың ба? Жоқ. Зимний алдың ба? Театр 2,5 миллион шықты ма сонда? 2,5 миллион теңге? Несі ерекше бұл сонда дөңгелегі? Білмеймін. Өз жүреді. Жоқ, серьезно. Неге қымбат? Білмеймін. Өмірімде ондай сумма дөңгелек алып көрмедім. 2,5 миллион теңге деген масқара ғой шындағы. Мына жақта көрермендеріміз көріп отырса 2,5 миллион теңгеге сіздер ауыстыратын ба едіңіздер резиналарыңызды қысқа? Қандай қызық сәттер болды мына машинамен байланысты? Примерно хотя бы. Андай бір біреумен бірінші сұрасаң қатты көмектесіп жібереді, кішкене алдындағы аварийка бар. То есть аварийка өткізесің, аварийкаң кішкене ұзағырақ жағады. Мынау ма? Сосын жоқ, алдындағы адам. Алдындағы адам ба? Короче, мына көлікке деген құрмет өте қатты деші. Иә, сосын жай жібергісі келмей тұрса да жібере салады, короче. Бүйтіп сұрасаң ба, попросить етсең попросить етсең, бүйтіп жай жақындасаң өт дейді ғой, короче. Сосын тағы не күту керек жалпы бұндай көлікті алған адамымыз, мысалы көрермендеріміз арасында енді құдай қаласа бұйыртып қалатындары да бар шығар, солар алған кезде не күту керек мына көліктен? Адреналин күту керек. Адреналин? Бір денең кішкене тітіркеніп қалып, басын айдап жүрген кезде мен тамырларым ұрып сөйтіп жүретін ғой, андай кішкене көрдім айтын дедім ғой, кішкене қышиды да көтің, содан адреналин пайда болады. Адреналин қалыңды ойнатып, қалың жақсартып жібереді. Қызуғанды болып шыға келесің ба бірден? Әрине. Внимание туралы сұрау ұят шығар енді, көшедегі вниманияны, адамдардың қарауы, паркке бір жерге келіп тоқтаған кездегі кішкентай балалардың қарағаны. Иә, бүйтіп есігін бүйтіп ашасың. И кішкене машинадан қашасың, бәрі келеді ғой. Сондай. Бір жерге барып тоқтаған кезде бүйтіп есіктерін ашып қалдырып кететін шығарсың? Жоқ. Қалдырмайсың ба? Басында сөйттім да, сосын что-то ұнамай бастады, уже внимание ондай қатты. Мына есік, енді есікке келіп қалдық қой, ыңғайсыз емес пе? Басында кішкене қиын болды, но потом үйреніп кеттік қой. Үйреніп кеттің ба? Ашасында. Бірақ көліктің өзінің жалпы биіктігі төмен болғандықтан, бұл қатты аспанға көтеріліп тұрмайды екен. Кішкене қисаясың ғой. Иә, біз осындай есіктер туралы айтқан кезде ламба двери деп аталады, мынау негізі жалпақ тілмен. Осы есіктер туралы айтқан кезде менде бұрында эскалейт болған, соның есіктері осылай аспан төбеге ашылатында, эскалейттің өзінің размері осындай ғой, и ол еще төбеге есігі ашылса, анау кез келген бір жерге СТО-ға бір нәрсе кірген кезде есіктеріне кедергі жасайтын. Сол себепті саған бұл кедергі жасамай ма ешқандай? Жоқ, мен өзім кішкене компакттан алып, чық деп кіріп кетесің. Бұл принципе. Қалай, қолмен жабасың ба, кнопкамен жабасың? Жоқ, қолмен. Қарапайым. Кнопка басып қойып, қарап тұру жоқ, негізі бұл көліктегі ең әдемі, ең адамды тартарлық нәрсесі ол әрине бұның дизайны, иә? Дизайн әдемі. BMW-ның өзінің стилінде мына жерде екі несі бар. Бірақ олар радиаторға, су тартқыш емес, радиаторға нелердің барлығы, мына жерлерінде тесіктерінің барлығы. И ойлаңыздаршы, бұл көліктің гибридпен, электро қозғалтқышпен бензин араласқан көлік болғандықтан, бұған радиатор керек, радиаторы алдында, ал қозғалтқышы именно бензиндік қозғалтқышы бұның артында екен. Сөйтіп енді мына алдындағы радиатордан бүкіл антифризді машинамен алып бару керек қой. Жалпы қанша антифриз құйылады мұнда? Мен ондай білмеймін.
шын айтайын білмеймін. Мен короче білетін нәрсем, мысалы кейде бензинмен жүресің, бензинмен жүріп бара жатқан кезде сенде бұда короче бөлінеді типа токпен и бензинмен деп. сол ғой, иә. И получается бензин бітіп жатқан кезде айналып қайтып ток зарядтай ма, сондай бір нәрсесі бар короче. Шумоизоляциясы, дыбыс изоляциясы жақсы екен. Ну шүкір Аха. бар енді. Қандай минустарын байқадың бұл көлікті алғаннан бері? Бір рет бір подругаларымды апаруға барғам, сол кезде 6 қыз шыққан кезде сол кезде минусын байқадым. Артыңғы орынға мүлдем адам сыймайды екен. Негізі сәт, бірақ өте қатты қой, камарада кішкене отырсатын, мынада отыра салмайтын жатсың ғой. қысылып отырады. Қатты қалып тұрады. Қатты қалып тұрады. Бұл жақта айттық қой, жаңа электронды қозғалтқыш бар, және де бензинді қозғалтқыш бар деп. Бензинмен келе жатқан кезінде өзінің арнайы генераторы электро қозғалтқышты зарядтайды, қуаттайды. Жүріп келе жатып, қуаттап, үйге келгенше оның қуаты толып тұрады. Сен неғысы, машинаны сені асай. Өзің жалпы не істей берсің? Мына жерде әдемі үлкен несі бар екен, ауа өткізгіші бар екен, бөлектері. Жалпы әдемі, білмеймін, маған түрі ұнап тұр. Бір ана нағыз спорткарларға тән көлік екен. BMW өз дегеніне жеткен сияқты, ең бірінші рет жаңа айттың, 10 жыл болған көлік негізі мына дизайнға. 2013 жылы Франкфуртта бірінші рет осы көлік жарық көрген екен. Жалпы осы халыққа арналған көлікті BMW компаниясы Франкфуртта бірінші рет 2013 жылы көрсеткен. Сөйтіп 2014-тен бастап халық арасына сатыла бастаған. Бұл получается өте аз комплектация. Бұндай негізі Қазақстанда естуім бойынша 2 или 3 штук қана бар осындай. Мынандай, иә? Иә, потому что бұл шыққан кезде өте аз количествода шыққан. И сол қасында жүр. Соның біреуі қазір сенде? Иә. И сен ол жайлы қатты ойланбаймын. Қанша бензин жейтінін білесің? Қанша бензин түрі, есік ашылатын, и акустикасы. Жақсы ма акустикасы? Тізің ғой. Қазір біз бүгінгі кішкене шығарылымда ерекшелендіріп, далада жауын жауып тұрса да, біз негізі тіпті өйстіп... Машинаның өзі и так уже суланып келіп, дальше суланған еп отыр ғой. Байқап атсаңыздар, мұны жерлердің барлығы тамшылар болып тұр. Тамшылар. Сөйтіп қазір далаға шығып, жаңбырдың астында біз көлікке тест өткізіп жүреміз. Пробкада тұрамыз, Алматыда пробка деген. Как всегда, бешеный, еще кеш болған деп жатыр. Мен тамақ ішпей келдім да, осы жерге сіздерге қызық болсын деп. Так что бір лайк басып қойсаңыздар. Иә, каналға жазылып, міндетті лайк басып, Гуджан красавчик екен, машинаң құтты болсын деп жазып. Айтпақшы ұмытып кеттім ғой. Скоро бұйырса бір пленка жасатайын деп жатырмын сыртына. И менің ойлауымша андай бір салатовый цветтер болды, бір необычный андай. Мен камарамды көрдің бе сен, жасыл? Иә, көрдім. Соның цветі ұнамай ма? Я типа наподобие этого. Наподобие ма? Қалай болады екен? Түрі ламба сияқты оқымай ма? Меніңше сток әдемі сияқты көкпен осындай ақ, білмеймін. Жоқ, ол просто банальный цвет сияқты ақ деген. Өзі, иә, заводтан. Өзі и так. Поэтому кішкене ерекшелендіргім келіп тұр ма? Бірақ саған өзіндік дизайнын қалдыру керек сияқты. Мына жері қара ма, мысалы, осы жерін басқа түспен, мынаны басқа түспен. Қара қалады, ақ қана осатын ақ цветтер ғана. Ақ цветтерді өзгертесің. Сонда жасылға деп отырсың ба? Білмеймін, жасыл маған ұнамайтын сияқты, маған жараспайтын сияқты, андай бір ламба жүр ғой Алматыда, көрдің ба? Бір жасыл жүр ғой, андай. Сондай сияқты болып қалатын сияқты. Так что сіздер енді ойларыңызша қандай цвет осыған керек деп ойлайсыздар, жазып беріңіздер. Егер араларыңызда фотошопты жақсы білетін дизайнерлер болса, өзгертіп түрін көріп, маған көбісі жібереді, өйстіп пленканы жайлы сұраған кезде, өздері істеп, сыртын жабыстырып, андай жабыстырып деп фотошоппен істеп, маған мынандай болса қалай деп. Жабыстырып деген ауыр сияқты ғой. Ауыр. Сол үшін Гуджанға өзінің дайректіне жіберсеңіздер де болады, мынандай қылсаң әдемі болатын сияқты деген секілді. Өзің былай, қандай түстер жарасады екен іздеп көрдің бе? Әлемде біреулер істеген шығар мүмкін пленка. Мен көрдім, қызыл, сол салатовыйды көрдім. Поэтому просто необычный цвет қаладым. Бірақ маған ұнамайды қызыл дегенде. Мысалы, қыран өзінің копейтін қандай қылып істеген көрдің бе? Иә, хамелеон, иә. Сондай сияқты бір басқаша қаламайсың ба? Хамелеон өзім кішкене мен түріне. Жоқ, бұл хамелеон дерзіс кетіп қалатын сияқты кішкене. Бір андай бір однотипный цвет керек сияқты. Однотонный. Саған андай тигр түрін қалдырып қалу керек болып тұр ғой, иә? Тигр ес, тигр деп қойып ұқсап. Все, жақсы. Енді сыртындағы мынау дизайн элементтеріне бензин қойған кезде мынаны бензинді қалай ашасың? Көрсетіп жіберейін ба? Бәрін көрсетсей сыртында. Бәрі ұнап тұр бізге, бәрі қызық. Ал давайте бірінші кілтінен бастайық. Кілті осындай. Жақынырақ көрсетейік. Білмеймін. Мына жерде зарядтайсың.
анау Алиэкспрессте осыған ұқсатып істейді негізі. Мынау оригинал мына. Оригинал осындай вот қымбат көліктерді. Жоқ, осындайларды сатады да, и сен қарапайым мынандай мысалы Камриң болса сороковкаң, соған осындай алып и тек ашып жабатын істеп қойсаң болады. Но бірақ мынаның ішіндегі функциялар ода жоқ болмайды. Короче, мындай Samsung зарядка обычный. Мынамен ашасың, мынамен жабасың. И мына жерде дисплейде бір нәрсе бар ма? Дисплей ма, қазір. Кішкене бір зарядка светі қалған ойдайым. Мына жерде зарядтау керек еді. Зарядтайсың, сол кезде кликпен ашасың, жабасың, бензин, расход бәрін көрсететін. Ең қызығы сол еді, соны көрсету керек еді. Ладно. И багажник. Бассаң, багажник ашылады, жүріңіздер, багажник көрейік. Міне жаңа айтып жатырмыз ғой, алдында да қозғалтқыш, артында да қозғалтқыш деп дегеннен кейін, артында қозғалтқыш тұрса, бұның жүк салғышы қайда екен деген сұрақ миында туады адамдардың. Сол себепті жүк салғышы да бар екен. Бүйтіп ашасыздар. Қараңыздар. Енді соқ, сондай бір саласыздар, білмеймін, бірақ. Не саласың ба? Білмеймін, бір аккумулятор сап қоясың ба? Мына жер неге ұқсайды екен? Аэропортқа барған кезде айтады ғой саған. Сүтке салатын не ма? Иә. Ручная кладь дейді, и сол 5 килограммнан аспасын, және де мына размерден, мына көлемнен аспасын деп бір тұрады ғой, сетка. Соған салып шығарасың ғой, сондай ұқсайды екен. Қайтадан жабасың, типа, ішінде не бар екен? Не материалдардан бір андай қымбат материалдардан емес па? Білмеймін, өзім сөйтіп үміттенемін. Сонша қымбат қалғаннан кейін еш. Мынаны білесің да? Аха. Дейсің ба, кеді? Осылай екен. В принципе... Мына мәні фарлары барлығандай бір... Шетел ма? Иә, шетел емес, андай бір... Кстати, космос сияқты деген андай, космический. Дөңгелегі качественный, 21, походу, да? Диаметрі 21, иә. Аха, диаметрі 21. Мынаны ауыстыратын ой болмады ма? Жоқ. Еще бұның колодкасы, короче. Еще мына жерінде тесіктері бар. Мына сенің қазір боғауызыңды біз ана тың пип деп қоямыз ғой енді. Иә. Иә, колодкасы қалай мағынасы айтшы бағанағы боғауыздың? Оны қалай айтсам екен бала? Короче, колодкасы, тез тормоз етеді, короче. Жылдам тоқтатады көлікті. Аха. Кейде болады ғой, тормоз адамда. Колодкасы тормоз екен де. Сол колодкасы тормоз, короче. Қыздар көріп қалған кезде тормоз етіп қаласың, тура солай тормоз етеді ғой. Колодкасы ма? Жалпы... Сосын ауа, атмосфераға сразу кірген кезде, мына дизайн ауа ана жерден өтеді ғой, короче. Тез кіреді. Мысалы, геликқа жүрген кезде, атмосфераға кірген кезде, бүйтіп кішкене қиналып кіреді ғой, бүйтіп. Өйткені қыз жай түсіріп жатыр мына жақта. Анау бүйтіп деп кіреді, короче, атмосфера. Жалпы мынау дизайнерлер жалпы мына көліктің дизайнын сызған кезде аэродинамиканы да ұмытпаған, барлық жерінен мынандай ауа өткізгіш нелерді істеген ғой, бұралып жатып. Сол, короче. Негізінен өте әдемі, прям саған маған көлік қатты ұнап жатыр. Сіздер тағы да не білгілеріңіз келеді, пікірге жазыңыздар. Сіздер жазып жатқан кезде біз қазір ойланайық, не туралы айтса болады екен. Жалпы мына көлікті сатам десең қанша деп қоясың бағасын? Мен уже по идее покупателім бар. Уже сатып алу үшін бар ма? Айтпай қой, кейін айтамын. Негізі қанша? Бұны 70 миллион деп аузынан шығып қалды. Байқамай айтып қалмайын уже. Жоқ, сенің 40 қанша дедің? 40? Жоқ, ладно, енді мен кішігірім арасында сияқты енді сату керек. Любой жерде ақша істеу керек, дұрыс па? Поэтому солай, короче. Көрдіңіздер ма, мынандай көлікпен жүретін адамдардың өзі сәл де болса көлігін сатқан кезде үстінен ақша қосып қымбатырақ сатуға тырысады. Өзің бір арзанырақ сататын болсаң жоқ, егер ол адамның алатын ақшасы болмай жатса, біздің Майкарға келсін 20-80 бағдарламасымен смело 20%-ын қазір төлеп, 80%-ын кейін төлесе болады. 20%-ын қазір әкелсе. Өте керемет. Жақсы екен. Сол үшін жүктеп алыңыздар, қосымшасын қолданыңыздар. Тонировка істей алмайсың, заңды бұзғың келмейді. Заңды бұзғың келмейді. Біз законопослушный граждандармыз ғой. 400 жылқының күшімен қаншалықты жылдам айдайсың? Қаншалықты жылдамдыққа алып бардың жалпы? Мен 60-пен жүремін жаққа. Жоқ, трассада ешқандай шектеу жоқ көшелерде дейсіз. Әр нәрсенің өзінің шектеуі болады бауырым. Бірақ білмедім енді бір 200-ге, 250-ге ма апаранша бір максимум. Просто с места тұрып деп қоямын. С места 250-ге? Максимальный скорості қанша бұның? Мына жер негізі 260 деп тұр, бірақ өтірік сияқты. Одан асып кететін сияқты ма? Одан асып кететін сияқты. Өйткені 250-ге сен оп-оңай апардың. Иә.
бір 7 секундта ма, есімде жоқ 8 секундта ма. 250-ге апардым да. Егер 100-ге 4-4-те баратын болса, одан 100-ден кейін бұл одан сайын жылдам болады ғой несі. Есімде жоқ, мен білмеймін, примерно айтқам ғой. Мен қатты прям отырып зерттеп. Қандай ыңғайсыздықтар, бір келеңсіздіктер, ұнамайтын нәрселер бар. Қазір сен ұнамайтсың болғың десең. Сұрағың көп екен сен десең. Сұрағың көп, қай жақтың? Жастар ай кезінде деген біз деп. Білмеймін, мен басқа минустарын көрген жоқпын пока. Бірақ андай нәрсе, мысалы, Мерседесте холд деген нәрсе бар ғой, білесің ба? Білемін ғой, автохолд. Тормоз бассаң, өзі тоқтап тұрады. мынада ондай нәрсе жоқ. Бұда чисто газ ғой, короче. Сен холдты қолданатын ең негізі Мерседесте? Иә, часто бүйтіп кішкене аяғын тағып Көбісі сол, мысалы, осыған дейін келген біздің қонақтарымыз қолданбайды екен. Кедергі жасайды, тоқтап қалады екен дейді, ана газ басып қойып. Жоға, маған тоқтаса жақсы ғой. Отырып бір демалып, аяғыңды пытыр еткізіп жіберсін, қайтып отырайын. Сосын тағы да қандай? Сосын андай климат контура ма, бір бәле, онымен көрген жоқ. Климат контроль. Климат контроль ма? Климат контора деген ғой. Контроль ма, білмеймін, короче. Анау өзі жүре беретін бар ғой, бір 60-ға басып қойып жүре беретін. Иә, круиз контроль. Круиз контроль, чән, мәшин. Сол, короче, соны көрген жоқпын, мен тексеріп көрген жоқпын. Қалай қосу керек білесің бе негізі? Негізі білемін, иә. Мерседесті білемін, мына жерде білмедім. Лепестоктарын көріп тұрмын, типтроник рульдегі. Типтроник сол, кішкене механикаға айдасың болады. Қолданасың ба айдап көріп пе? Онша қолданбаймын, бір рет көргенмін әйтеуір. Тағы не бар, қандай режимдары бар, қандай функциялары бар, біз білмейді. Так, міне мысалы сені өткізген жоқ. мысалы мынау мен өткізген жоқ, потому что көре алмаймын ма. Мына кісі сразу жіберді. Хотя мына машинасы кішкене қымбатырақ мына кісіге қарағанда. Ол түсініп тұрған шығар, мүмкін. Мүмкін, иә, екеуміз бір понятиеде болып тұрық енді. Мына кісі кішкене бір бәрібір тұр да, мысалы, жүріп кетсе жарайды да. Түсінбейсің онда жібере салмайтын адамдарды. Сен өзің жалпы өйстіп сұраса жібересің ба адамдарды? Мынандай машина келіп сұрасам ба или мынандай машина келіп сұрасам ба? Разница жоқ, қандай машина болса. Біреуін жіберемін, екіншісін ойланамын мен. Өйткені өзің де асығып баратың деші. Может сен мына көлік үшін екіншісі шығарсың. Мүмкін. Ол кезде сол үшін кітап оқу керек қой, екінші болма деген. Мынау қалай ашылады? Бұл жер нені қуаттайтын? Бұл жер қалай болады екен ол? Сен қуаттамадың ба не оны жерде? Қуаттаған. Или былай ішінен барып. Қашан алдыңыз көлікті? Бір ай болды. Көлікті алғанына бір ай болыпты, мынаны әлі қалай ашатынын білмейді. Жалпы көліктің жүрген жолы, яғни пробегі 3-ақ мың километр. Не үшін от алдырдың? Көтер. Көрейін деген ғой, қай жағынан еді? Тірген, не үшін от алдырдың деген кезде андай қойып айтса да, ананы ашатын осы кнопка екен деп от алдыратын басып жібердім. Мен, короче, просто тоқты зарядтаған жоқпын. Тоқты қалай ашатынын да білеймін, бірақ мен заправка мына жақ, бензин мына жақта, короче. Жалпы мен бұны неге сұрап жатырмын? Өйткені бұл көлікте мынандай қақпақша екеу екен. Бір жағында осы алдыңғы жағында, екіншісі қозғалтқышы артында болғандықтан арғы бетінде артқы жағында артқы кірулада. Оны қалай ашатынын көрсетші жүр. Мына жағын білмедім енді, короче. Ана жағын білемін енді. Бензин құятынды білесің ғой, иә? Бензин құятынды білемін. О, ашылды. Құдайым-ау. Ашылды-ау, ашылды-ау. Бұл кнопкамен бастың ба, или мен өзім итерген ашылды ма? Кнопкамен бастым. Кішкене бұл. Сонда и батырманы басу керек, и одан кейін өзің қолмен механически итеру керек. Мысалы, бұл кішкене білмейсің ғой, қандай мақсатпен мына жерге тұрып тұрған мысалы да. Сол үшін қылтақ қоятыны бар іште, деші? Иә. Шіркін. Біз қазір мынау жаңбыр сүрткіштерді қазір батырмасын бастық, сүрткіштері былайынан жұмыс жасайды екен. Керісінше да, екеуі бірге емес, керісінше. Көтінен кейін қарай қабат деген жаңбырлы күн болып тұр да, әйтпесе қатты басып көретін ек. Құйрығын лақтыру мүмкін, полный привод болса да. Егер дәл осындай күшпен, дәл осындай немен, қозғалтқышпен артқы жетекті болса вообще қиын болады ғой. Иә, вообще қиын да болады. Барлығына қызық болып тұр, капоты қалай ашылады? Білмеймін. Қош білмейсің бе не? Прикинь, сыртынан ашылатын болса. Неге ашыла ма вообще бұл? Білмеймін ғой, ашылса. Ашылу керек шығар, оның қозғалтқышын көру керек шығар, электро қандай қозғалтқыш екенін. Несі тұр ғой. Міне біз қазір жігіттердің көмегіне жүгініп жатырмыз. Техническая помощь.
Енді бұл жігіттер анда детейлингте жүргеннен кейін, қанша көп машинаны көргеннен кейін көздері ашық қой. Ты так не хвали сейчас, опозоришь. Таппай ма? Жалпы ашыла ма, ашылмай ма қызық болып тұр бізге. Чё? В интернете поискать? Да. Негізі капотты ашпай қойға болады, бірақ білесіздер ғой, бізге қызық. Біз әр қашанда моторын ашып, капотын көреміз. Дейтін сөз бар еді. Не может открыть, не можем найти. Таппай атыр қой, сол. Қызық, осысымен қызық қой контент. Қараңыздар, қандай машиналарды сіздерге ұсынып жатырмыз. Осы қалай, мен білмеймін, мен бұдан артық не керек енді, жігіттер, қыздар. Қолдасаңыздар, кәдімгі достарыңызға жіберсеңіздер, таратсаңыздар, етіп, подписка жасап, лайк басып, комментарийларыңызды қалдырсаңыздаршы. Біз барынша тырысып жатырмыз ғой. Все, мы нашли. Нашли? Уу! Давай, ашамыз. Қалай ашылатын көрсең, Қалай екі жағынан ашылатын ашылады көреміз? екен, екі жағынан ашылады екен сразу. Екі жағынан ба? Не істеу керек сонда? Там заклепка стоит, открываешь и два тросика к себе тянешь. Бүйтіп екі жақтан тартасың ба? Не деген, мынау деген. Ноу-хау ғой мынау мен үшін. Давай, открывайте. Ага. Анау ашылған жоқ сен жақ. Ема, трос, там, трос. Давай, открывай. Все, открылось. Ема, мен қараңыздар. Короче, бәріне қызық болды, міне ішінде осындай нәрселер бар екен. Бірінші рет ашып тұрмыз, Гүлжан алғалы ашпаған екен. Аккумулятор кішкентай болады екен, көрдіңіздер ме? Ана жерде вентилятор мен радиаторы бар. Басқа ештеңке жоқ. Обычно мотордың шетінде тұратын нәрселер ғой мына жерде. Все, жалғасар. Дәл осы сәтті пайдаланып, біз осы локацияны бізге ұсынған ProMaster детейлингіне алғысымызды білдіреміз. Форумға келсеңіздер, төменгі қабатында осындай детейлинг бар, керемет. Құрметті достар, сіздерге шығарылым ұнады деген ойдамыз. Таңда бастағанбыз, қазір уже кеш болды. Не айтам деп жүріп, Гүлжан кешке дейін сөйледі ғой. Аузы жабылмайды екен. Тура сіз секілді. Уже нервға тие бастады. Қайтасың аузы. Шығарылымға міндетті түрде лайк басып, мынау видеоға коммент қалдырып, сұрақтарыңыз болса Гүлжанға қойыңыздар. Тағы да айтылмаған әлі біраз нәрсе бар. Келесіде пленка жабыстырғаннан кейін дайындалып келем дейді. Қандай цвет келетін еді деген сұраққа міндетті жауап түрде беріңіздер. көмектеріңіз сол болсын десей. Все, тіркеліңіздер арнаға. Қош сау болыңыздар, рахмет. Не прощаемся, мы просто говорим до встречи.